Тұрсынбек Ешенқұлов, Болбыр. Қаратау етегіндегі Қанай ауылында бұдан біраз жыл бұрын 20 шақты үй болатын. Бастауыш мектеп те бар еді. Көкбұлақ ұжымдарының бір бөлімшесін. Кейін бала саны аз деп мектеп жабылып қалды. Балалар оқу жасына келген тұрғындар бірте-бірте үлкен мектебі бар ауылдарға көшіп, жұртта Шақабай мен Болдырдың отбасы ғана қалдырды. Бұлардан балалары әлі мектеп жасына келе қойған жоқ. Әке-шешелерімен мал соңында жүріп, мал қайырысып, қозылақ бағып, соларды қызық көріп, олармен жарыса ойнап, сүзісіп, күш сынасып, әйтеуір өз қызықтары өздерінен болып жүре берді. Бір күні осыдан бір жыл бұрын қалаға көшіп кеткен Тоқабайдан хат келді. Ол былай депті: "Әй Шақабай, мал деп жүріп айдалада өлігін қалмасын десен, мал жаныңды сат та қалаға кел. Ана Болбырға да айт. Балаларының школға баратын уақыты да болып қалды. Олар да ертерек қамдансын. Біз сендерге лайықты үйлеріңді қарастырып қоярмыз. Тас үй ме, жер үй ме хабарын айтарсың. Бол. Ана Антұрған Кесебай мен Бүсебай да осында. Біздің жанымыздан үй сатып алды. Ауылдағыдай жиі араласып тұрамыз. Бірі кесе сөйлеп, бірі бөсе сөйлегендердің аузына аңқиып қарап, түнігі түсінбей келіп қатындарынан сұраушы еді. Енді мұнда келіп қоныштарынан бір-екі газетті қыстырып ап, ауыздыға сөз бермейді. Беттеріне теке сақал жабыстырып ап, мешітке де барғыш. Достарының бәрі сақалдылар. Кетік тістерін бет орамалмен жауып алып, таяқтарын тықылдатып, шойнаңдай басып, көше аралаумен болады. Сұлулардың бәрі қалада екен ғой, деп жырқ-жырқ күледі. Қалған қызықтарын өздерің келген соң көресіңдер. Тез хабар күтем. Шақабай мал қоралап болған соң әйелі қырмызыны ертіп Болбырдың үйіне келді. Ол әдеттегідей бір баласын желкесіне мінгізіп, қалған екеуін кенгурудың баласындай тонының ішіне тығып алып, үшеуінің мылжыңына қар-қар күліп, шайын сораптап отыр. Балаларымды осылай отырғызбасам, шай батпайды, дейді ыржалақтырып. Ол Шақабай әңгімесін үнсіз тыңдап, сен не айтасың? Дегенде әйелі биқапқа қарады. Адуынды әйел Болбырға қарата айтылған сөзге алдымен жауап беретін әдетімен. Қайнаға дұрыс айтады. Қураған далада қашанға дейін отыра береміз. Балаларымызда қала көріп, Қалаш көлінде оқып жетілсін. Білімді азамат болсын. Қашанға дейін Болбырдың желкесіне мініп, атқып мініп ойнамақ. Қойе, Болбыр әдеттегінше ыржиып күліп отыр. Неге қояды екен? Көшеміз қалаға. Айттым бітті, кестім үзілді. Аузынан сөзі түскен, қойнынан бөзі түскен. Ыржалақтаудан басқаны білмейтін сен сияқты еркектерді көрсем көзім шықсын. Сөзге қырмызы араласты. Олай деме биқап. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген бұрындағылар. Шалқақтап отырғанымыз осылардың арқасы. Ертеректе бір бай адуынды қайратты әйелдің күйеуін ержетіп қалған бала шағасының бәрі соғысқа кетіпті де үйде жалғыз қалыпты. Қыста есігінің алдын күреп, қар тазалап жатады екен. Көшедегі өткен-кеткендер халыңыз қалай десе ол, халым жақсы, бары жеткілікті, бірақ нәрсе жетіспейді. Жаман шапкесін мыжырайтып киіп ап, ештеңе істемей есіктің алдында жарбайып отыратын бір жаман еркек қана жетіспей тұр. Әдіре қалғыр, деп қарды күрекпен бұратады екен. Құдай тілегін беріп, күйеуі бала шағасы соғыстан аман келіп, жақсы өмір сүріп. Жақсы сөз жарым ырыс деген жақсы сөз айтып үйрен. Биқап бәсенсіп қалды. Болбыр да келісетін шығар. Сөздерінің жаны бар, деді Болбыр әлден соң. Сіз сыртта көп жүресіз ғой. Қора қопсымды, мал мүлкімді сатып алатын кәсіпкерлер іздестіріңіз. Көшуге сіз де бел буыпсыз. Бірге қарастырайық. Кәсіпкерлер де табыла кетті. Екеуінің мал бүлкін, қора қопсысын түгел алмақ болып, қаржысында келісіп кетті. Алдында Тоқабайға үй қарастыра бер деп хабар берген. Ол үйлердің дайын екенін қуана хабарлаған. Бүгін Шақабай ерте тұрып Болбырдың халін білейін деп үйіне келсе, ол жоқ. Қайда кеткенін биқап та білмейді. Малдар әлі қорада, жайылымға шықпаған. Ақтөс пен Ақтабан да жоқ. Болбыр бүгін елен алаңдап тұрды. Өзі мал жаятын Қаратау беткейлерін түгел аралап, қоштасып қайтуға бел буған. Әдетте артынан қалмайтын қос иті бірге шықты.
Бош шағылдың бодан жусанына аунып біраз жатты. Көзінен аққан жасын жас жусанның жапырақтарымен сүртті. Қайындыға келіп ақбелең таққан діндердің құшақтап ұзақ солықтады. Өзі малдарын суаратын Қарабастаудың мөлдіріне ұзақ қарап, көз жасының тырс-тырс тамғанын да байқамай, мөлдір суына бас қойып ұзақ сімірді. Шөлі басылып, бұлақ жанындағы коғалға аунып, қоғаша бітік өскен жуаларын бырт-бырт үзіп аузына салып ұзақ шайнады. Ақтөбіс пен Ақтабан да бұлақ былған басын дегенде мөлдір суын жалап ішіп, Болбыр жанына келіп, бірі басын шапанның етегіне тығып, бірі тізесін басына қойып, біраз мызғып алды. Бұлардың да іші бірдеңені сезетін секілді. Бұрын бар, үйге қайтыңдар десе, бұған жалтақ-жалтақ қарап қойып, малдарының көлеңкесіне барып, өз орындарына жата кететін. Бұл жолы өйтпеді. Қанша қуаласа да айналып келіп, мұның аяғына оратылып, қолын жалап, бетіне адамша қимастықпен қарап, көздерімен жас мөлтілдеп ағып жатты. Сосын өзінің де көзінен жас парлап ағып, бастарынан сипаған. Иесінің бұлардың жүрісін қош көргенін сезіп, артына алаңсыз ерген. Қыста бірге тонып, ыстықта бірге күйіп, ит құстармен де бірге айқасқан достар емес пе еді. Енді бүгін даладағы сағыныштарын бірге басып, туған жер топырағын бірге иіскеп, тап-таза ауасын бірге жұтып, көздерінің жасын бірге бұлап отырғаны. Болбырдың ендігі беталысы Ақтасты жайлауы. Міне оған да жетті. Адам бойындай сорайған тасты біреу әдейі жонып әкеп орнатқандай. Аппақ болып алыстан көзге бірден шалынады. Тас арасындағы жылтырап сәуле шашқан әлдебір көз тастар әр түске малынып, көздің жауын алады. Күндіз түні сәулесімен, түнде ай сәулесімен шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Қойларын өргізіп қойып, осы тастың үстінде шығып алып, алысқа дүрбі салып отыратын кездері елестетеді де көз алдына. Ақтас мұның даладағы тағы іс бітті. Аяғын салбыратып отырып ап, кеткен малдарына Ақтөсі мен Ақтабанның жұмсап қойып, өзі малды бел қайырғанын қызықтайтын кезде есіне алды. Ақтасын құшақтап, тау етіп, бетін сипады, қимай-қимай қоштасты. Үйге келгенінде түс әлеті болып қалған еді. Жақабай мен әйелі байқап алдына шықты. Қайда жоғалып кеттің? Көлік машиналар келгелі қашан? Аман саусың ба? Әйтеуір әйелінің өзіне тандана қарағанына бұлдақ титығып, даламмен, тау-тасымен, өзен бұлағымен қоштасып келдім. Мені өлді деп бедің? Биқап күйеуінің білеудей болып, ісіп кеткен қасқыбағына көзіне тікелей қарай алмай, өзі де теріс айналып жаулығымен көзін сүртті. Машинаға салатын буыншақ түйіншіктерін жинастыра бастады. Жақабай да төмен қарап мұнайып, үйіне қарай аяңдай берді. Болбыр қора жайына ие болған кәсіпкерге ана иттер аш қалмасын деп соңғы тілегін айтты. Екеуіне тамақ беріп арқанмен байлап қойдым. Ертең шынжырлап байлармын. Сені жұқтатпаймыз, деді ол. Жүк көлігі Қанай ауылынан Алматы қайдасын деп қара жолға шықты. Алда Жақабай көлігі, артында Болбыр. Болбыр машина терезесін ашып, соңғы рет жұртын қимай көз салып еді, арқандарын сүйретіп, жолдың шанын аспанға көтеріп, екі ит шапқылап келеді. Әй шопыр бала, тоқта, деді Болбыр. Түгіне түсінбеген жүргізуші тоқтай қалды да, иттері де жетіп кеп, Айшайға қарамай машина қорабына қарғып-қарғып мініп алды. Арқанды тістерімен қидалап. Кеттік бала, деді Болбыр. Иттер жүктердің үстімен тырмыса-тырмыса еңбектеп, тура Болбыр отырған машиненің артқы терезесінің алдына келіп, иесіне қарсы отырып алды. Ит иесі де риза қалыппен, бастарынан сипаған қалып танытты, ауаны көсеп-көсеп қойды. Бұлар түсіндік дегенде тістерін ақситып, құйрықтарын бұлғады. Түнімен жүріп, екі жүк көлігі Тоқабайдың есігінің алдына келіп тоқтады. Осы жақтан көшіп барған жұрт мәре-сәре болып құтты болсын айтысып, бұлардың келгеніне қуанысып жатыр. Ата жұртқа арналып Құран оқылып, шай ішіліп болған соң көш иелерін дайындап қойған мекен-жайларына апарып қоныстандырды. Бұл мекен Алматының іргесіндегі Қырғауылды ауылы еді. Алып қойған үйлері екеуіне де ұнады. Аралары жақын екен. Болбырға тау етегінде жазықтыққа салынған жеке дара тұрған үй бұйырды. Сол күй-ақ саудаласып келіскен теңгесін үй иелеріне беріп, қайыр қош айтысты. Ақтөс пен Ақтабан енді бұл жерден
өлсек те кетпейміз дегендей босағада қозғалмай жатыр. Кірген шыққан кезінде Болбырдан көз алмайды. Әбден жайғасып алған соң бейқап, малсыз отыру қиын екен, үйренген кәсібіміз ғой. Қалған ақшаға 2 сиыр сатып алайық. Кеше телевизорден елбасымыз да солай деді. Бірінің сүті бала-шағаға, бірінің екіншісінің сүтін сатып жол пұлға жаратамыз. Бұған не дейсің? Мен де саған соны айтқалы жүр едім. Келесі апта Шақабайды ертіп ап, мына жердегі Ұзынағаш базарына барып қайтармыз. Бір аптадан соң 2 алабас сиыр Болбырдың есігінің алдында байланып тұрды. Мамыр айы. Тау етегі көкмайса, рахат. Кешке дейін жайылып, таңқиып, тойып келеді. Көмекшілері баяғы Ақтөс пен Ақтабан. Бұлар да далада асырса ойнап, бір жетісіп қалды. Жақын жерге жаңадан школ де салынып жатыр екен. Балалары да қуанып жүр. Кен ғимараттың бір ұнамаған жері дәретхананың ішінде орналасуы. Бала-шағасы болмаса, өзі әлі отырып көрген жоқ. Тау етегіндегі құрайлы жазыққа кетеді. Болбырдың есіне мына бір жай түсті. Елде жүргенде баяғы Себет одағы кезінде аутпаркомның екінші секретарымен де бір орыс келді. Әдеті шопырсыз жүреді екен. Бала шала-пұла қазақшасы да бар. Димақ желініп, шай ішіліп болған соң сыртқа шығып дәретхананың қайда екенін сұрамай ма? Где туалет? Бұл даланы нұсқап, вон там, где много курай. Видишь? Да, вижу. Где курай, там туалет. Секретарь курай арасына сүңгіп кетіп, ышқырын ұстап қайта шығып, там нет туалета дейді. Тәбәріш, секретарь, у нас под каждым кураем туалет дейді Болбыр ыржиып. Секретайдың қауашағына сонда ғана бірдене кіріп, қалың қурай арасына далаға дәретке шыққанда осы жай есіне түсіп күліп, өзі де қурай іздеп кететін болды. Шілде түсе шөптер сарғайып, таудың да сиқы кетеді екен. Алысқа жаяйын десе, төңіректің бәрі қоршалған. Тау ішінде кірейін десе, қолдарына мылтық ұстаған біреулер жолатпайды. Онда бір мықтының шаруа қожалығы бар. Шыбын жорғалатпайды. Кірген малды атып тастайды, дейді жергілікті жұрт. Бір күні сиырларының екеуі де жын қаққандай құйрықтарын шошайтып алып, тауға қарай шапқылап, қалың қорысқа кірді деген. Оқалақ айытын. Бұл не істерін білмей қалды. Әлден соң тау ішінен гүрс-гүрс еткен дыбыс естіді де, әлден соң мылтықтың асынған үстінде ала жабақ әскери киімдері бар 2 атты шыға келді. Ау жігіттер, сиырларым мына қорысқа кіріп кетті, шығара алмай отырмын, көмектесіңдерші деді. Бірі қазақ, бірі Кавказ елінің жігіттеріне келіңкірейді қонқан тұмсық. Ана ала сиырлар ма? Деді қазағы. Дәл сөзі. Ане уже капут, деді қонқан мұрындысы. Қалай капут? Деді бұл таңданып. Солай аға, капут, олар құтырған мал ғой. Қайтарайық десек, арқаларын жарға да сүйкеп, талға да сүйкеп, құйрықтарын шошайтып ап, бой бермеді. Сосын ат капут болды. Қазір ветеринарный службаның адамдары келіп, скотомогильникке алып кетеді. Әй қарағым, бала-шағамызды осы 2 сиырдың сүтімен асырап, жан бағып отырмыз. Енді аштан өлеміз бе? Қазір оқалақ айы. Сиыр малының сондайы бар. Олар құтырған жоқ, оқалақ келді. Біраз күннен соң басылады. Это не наше дело, деді тұмсықтысы. Қызық екенсіңдер өздерін. Жоғарғы жақ сиыр ұста, мал бақ, сатып байындар, дейді. Ал сендер капут қыласыңдар. Сонда біз қарапайым халық қалай күн көреміз? Деп көз жасын бұлап, жаман ши қалпағын жерге атып ұрып, аяқ-таяғын лақтырып жіберді де еңіреп қоя берді. Енді үйге не деп апарам? Аттылар мұның көз жасына қарамай, өз жөндеріне кетті. Болбырдың жанында көздері жәутеңдеп, не болғанын түсіне алмай Ақтөс пен Ақтабанда қалды.